Баршаңызға ассаляму алейкум достар, бүгін медовик тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен көждарына ыдысқа жұмыртқа, қант, май, бал және гашеный сода салып, бұның бәрін су моншасында ерітеміз. Енді еріген массамызға ұн салып, бұның бәрін қайтадан жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Ұнымызға суға массаны 2-3 рет бөліп қойып, қамырымызды илей бастаймыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Қамырымызды 10 бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың бір бөлігін алып, видеода көрсетілгенде оқтаумен жайып шығамыз. Жайылған қамырдың үстінен осындай 22 диаметрлік форма осылай бастырып шығамыз және көждарымызды 240 градуста 4-5 минут дайындаймыз. Біздің көждарымыз осылай пісуі қажет. Торттың креміне жұмыртқаға қант салып, миксермен жақсылап араластырып шығамыз. Бізде соңында аппақ және өте қою масса шығуы қажет. Теренады салып, сүтімізді құямыз және сүтімізді қайнатып шығамыз. Қайнаған сүтімізге жұмыртқа массамызды құя отырып, араластырып отырамыз. Енді сүтімізге ұн саламыз және бұның бәрін қоюланғанша дейін пісіреміз. Бізде соңында осындай масса шығуы қажет. Ыдысқа жылы майымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Майымызға 1-2 жол сүтті массамызды қосамыз және жақсылап миксерлейміз. Енді майлы массамызды алып, бұны сүтті массамызға қосамыз және қайтадан жақсылап миксерлеп шығамыз. Біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинай бастаймыз. Әрбір көждің үстіне кремді молынан жағамыз. Солай тортымызды жинаймыз. Әсемдеулеріңіз өз қалауларыңызша. Дайын тортымызды 1 сағат тоңазытқышқа қоямыз. Мінекей достар, біздің медовик тортымыз дайын. Ол үшін осылай болып дайындалады. Кремнің молдығынан бұл торт өте жұмсақ болып шығады. Сіздерге дайындауға 100% кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны салайық қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассаляму алейкум.